сөз жаттайсыз. Қолда 1000 сөз бар. Бірақ біреумен сөйлесетін сәт келгенде тіліңіз байланып қалады. Аузыңыздан сөз шықпайды. Бұл тек сіздің басыңызда емес. Бұл бүкіл тіл үйренушілердің ең үлкен проблемасы. Неге бұлай? Себебі сөз білу ол автоматты түрде сөйлей аламын дегенді білдірмейді. Бүгін осы түйінді мәселені нақтары, түсінікті әдістермен шешетін боламыз. Тіл Explorer арнасында. Көп адам сөз жаттауға уақытын күшін салады. Күнде 20, 30, тіпті 50 жаңа сөз жаттайды. Бірақ сөйлеу керек болғанда ми қатып қалады. Не айтуды білмейді. Өйткені бұл сөздер сіздің пассив жадыңызда ғана. Бұл қалыпты жағдай. Себебі бір нәрсені оқып білу мен оны нақты өмірде қолдану екі түрлі қабілет. Білім мен дағды бір нәрсе емес. Мысалы, сіз футбол ережесін жатқа білуіңіз мүмкін. Бірақ алаңға шықсаңыз, ойыннан шығып кету ықтималдығыңыз жоғары. Тілде де дәл осындай. Бізге мектептен бері бір әдіс үйретілді. Алдымен сөздер, сосын сөйлемдер, ең соңында сөйлеу. Бірақ бұл әдіс өте баяу, әрі мотивацияны тез жоғалтады. Нәтиже көрмеген соң адам шаршайды. Ал A.J. Hawk не дейді? Сен алдымен тыңдап сөйлеуді үйрен. Сонда грамматика автоматты түрде түсінікті болады. Ал Пимслер әдісі одан да қарапайым. Тыңдайсың, түсінгеніңді қайталайсың. Естіп, миды үйретіп, ауызбен сөйлеуді автоматты түрде қалыптастырасың. Бұл әдістер пассив жаттаудан арылудың жолы. Олар сөйлеуге басымдық береді. Сондықтан тиімді. Тыңдайсыз, жаттайсыз, оқисыз, бірақ сөйлеу жоқ. Себебі сөйлейтін орта жоқ. Немесе қысылып, сөйлеуге бата алмайсыз. Бірақ сахнаға шықпаған актер емес. Сол сияқты сөйлемеген тіл үйренуші тіл білмейді. Сөйлей білу үшін сөйлеу керек. Ал оны үйрететін, көрсететін жүйе жоқ. Бұл да үшінші үлкен мәселе. Енді жоғарыда айтылған мәселелердің шешімдеріне келейік. Мысалы, бір сөйлем тыңдаңыз, оны дауыстап қайталаңыз. Дауыспен, эмоциямен айтыңыз. Актерлар реплика жаттағандай, сіз де сөйлемді жаттаңыз. Бір рет емес, бірнеше рет. Жүйелі қайталау, бұлшықетті жаттықтырған сияқты сөйлеу қабілетін дамытады. Көп адам сөйлесу үшін серіктес керек деп ойлайды. Бірақ диалогсыз да сөйлеуге болады. Ол монолог. Күнде таңертең немесе кешке 1-2 минут өзіңізге сөйлеп көріңіз. Мен бүгін не істедім? What did I do today? Қазір не істеп жатырмын? What am I doing right now? Кеше маған не ұнады? What did I like yesterday? Бастысы дауыспен сөйлеу. Миыңыз сөйлеуге үйренеді. Бұл әдіс A.J. Hawk'тың сүйікті тәсілі. Сөздерді жеке-жеке емес, оқиға арқылы үйреніңіз. Мысалы, сіз go, went, gone деген сөздерді жаттадыңыз. Бірақ егер оны бір күні Джон орманға барды. One day John went to the forest деп оны әңгіме ретінде жаттасаңыз, ми оны автоматты түрде есте сақтайды. Миға әңгіме, эмоция, контекст ұнайды. Storytelling соны қолданатын құрал. Бұл есте сақтау мен сөйлеуді біріктіретін күшті әдіс. Сөз, сөйлем, сөйлеу. Бұл өте баяу әдіс. Керісінше алдымен мәтін, сосын сол мәтіндегі сөздер түсіндіріледі. Одан кейін сөйлеу жаттығулары жасалады. Бұл табиғи әдіс, бұл бала үйренетін әдіс, бұл сөйлейтін әдіс. Сонымен бүгінгі видеодан не үйрендік? 1. Сөйлейтін тыңдау жасаңыз. Тыңдадыңыз, қайталадыңыз, рөл ойнадыңыз. 2. Мини-монолог жасап, дағдыланыңыз. Бастысы күнде сөйлеңіз. 3. Storytelling техникасымен мәтіндер арқылы үйреніңіз. Контекст арқылы сөйлеу жеңілдейді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, Тіл Explorer арнасына жазылыңыз. Лайк бас, пікірлермен бөлісе кетіңіз. Сіз қай әдісті қолданып көрдіңіз? Қайсысы нәтиже берді? Бірге үйренейік, бірге дамиық. Тіл Explorer әрдайым сізбен бірге.